Автомобилистер күніне орай Атырау мұнай құбыр басқармасы Орал желілік өндірістік диспетчерлік станциясының көлік жүргізушілері мен компанияның көлік мердігері Арлайн сервис серіктестігінің қызметкерлері арасында жол қозғалысы ережесінен теориялық және практикалық сайыс өтті. Жүргізушілер сайыстың теориялық бөлігінде жол қозғалысы белгілері мен автокөлікті төтенше жағдайда жөндеуден бақ сынады. Ал практикалық бөлігінде жеңіл көлікпен реттелмейтін жол қиылысынан өту, эстакадаға шығу мен айналма жасау, жыланша жүруден кезек-кезек сынға түсті. Сайыс барысында көлікті жүргізуде қауіпсіздік техникасын қатаң сақтау назарға алынды. Жолда жүру ережесі шарасында біз көлік жүргізушілердің шеберлігін байқадық. Бұл тек көлік жүргізуші емес, жүргізушілердің сонымен қатар интеллектуалдық қабілетін аша біледі деп ойлаймын. Сонымен қатар осы шараға Арлайн сервис филиалдарының өкілдері де қатысқан болатын. Бұл көлік жүргізушілердің арасында өзара тәжірибе алмасу, шеберлікті шыңдау болады деп есептеймін. Сайыста сонымен қатар көлік жүргізушілерінің интеллектуалдық қабілеті де айқындалды. Олар қарапайым да күрделі викториналық сұрақтарға жедел әрі тура жауап беруден жарысқа түсті. Машина называема в народе хлебобулочным изделием. Сайыс соңында жеңімпаздар мен белсенді қатысушылар Батыс аймағы қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы дайындаған арнайы сыйлықтармен марапатталды. Жеңімпаздар бастысы өзара біліктіліктерін сынады, бір-бірімен тәжірибе алмасқанын тілге тиек етті. Я работаю в компании 10 лет. Компанияда 10 жылдан бері қызмет етемін. Бүгінгі шарада біз өз шеберлігімізді байқап көрдік. Әріптестеріміздің деңгейімен салыстырдық, жеңімпаз атандым. Осындай сайыстар жиі болып тұрғаны біздің шеберлігімізді шыңдауға септігін тигізбек. Водители поделились опытом. Біз көлік жүргізушілері өзара тәжірибе алмастық, өз қателігімізді көрдік, басқалармен салыстырдық, тәжірибе жинадық. Осындай шаралар арқылы біз біліктілігімізді шыңдаймыз. Ұйымдастырушылар осындай біліктілік сайыстары көлік жүргізушілердің жолда жүру ережелерін жітік білуге, жол көлік оқиғасын болдырмауға септігі зор екенін айтады. Нұрлыбек Изатов, корпоративтік телеарна үшін Атырау мұнай құбыр басқармасынан.